Қадірлі менің оқырмандарым, қош келдік менің арнама, мені оқы. Бүгін біздің тақырыбымыз, әңгімеміз тұяқ деген тақырыпта әңгімелейтін боламыз. Арнамды жоғалтып алмау үшін лайк басып, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Мырза шал жерге жарық түскен бойда қоңыр таяғын қолына ұстап үйреншікті жолға шықты. Жол болғанда сүт пісірім уақытта жетіп баратын қысқа жолда емес-ау, данның нақ орталығы. Жүйткіген көліктің өзі де кем дегенде 2 сағатыңды ұрлайды. Соны біле тұра ауыл мен ауданның арасына қатынап тұратын Боранбайдың болттары шиқылдаған ескі сұр автобусына емге отырған емес. 4 бұрышты темірдің ішінде теңселгенше жол жөнекей көліктермен діттеген жеріне жылдамырақ жеткенді жөн санайды. Кішігірім қалаға ұқсаған ауданда тұратын қос жүгірмегіне жетуге асығады. Көңілін шөлдеткен, жүрегін сағыныштан сыздатқан титтей жиендерін аңсағанда білегіне қанат байлап ұшуға бар. Бірақ амал не? Кейде көршілері сақалды басыңмен біреудің баласына үздігесіңде жүресің, қыздан өрбіген бала саған бала болып та жарытпас деп жан жарасын қанатып қояды. Мұндайда құйқасы шымыр етсе де, осы күні жұрттың көбі қыз күйеуінен көрінген боталарын аспандағы айға теңеп, немерелеп үздікпей ме? Олардың қасындағы менікі айып па? Жат жұртқа бұйырғанмен қыз бала өріс қой, қайта өрісім ұзарып көңілім толғанын күндейсіңдер ме деп кемсеңдеп сыртқа айналды. Ақ қырау бас қаққан мұртын сипап қойып, тәмпік танау тентектерін қайтадан көруге асығады. Мінеки, сол үйреншікті әдетіне басып, жайдақ жолды бетке алып, көнелеу сұр бөшпеттің етегін жаздық ыстық желіне желпілдетіп кетіп барады. Жел тұрмақ, аспан жерге төңкеріліп түсерде аптап ыстықта елер емес. Төбесіндегі тықырайған мақпал көк тақиясын анда-санда аңыз-ақ жел желпіп қояды. Мана ауылдан шыққан бойда көк шөптің тасасынан күтіп алып балағына оратылып жараса жөнелген қаңбақ шөпке дейін денесі қаусырап, иығы бүкірейіп, кеудесі ішіне кірген мырзашқа миығынан мысқылдай қарайтындай: «Ей, қаңбақ шөп, сен құсап басым ауған жаққа уайым қайғысыз домалап бара жатыр деймісің? Өз тұяғынан тірісінде қайыр көрмеген, маңдайының соры 5 батпан мына мен пақырың, өзгенің тұяғына өзегім үзіліп барады, өзегім ғана емес, жүрегім суырылып барады, бауырым іріп барады. Ұлымның соңында титтей бір тентек қалса ғой, шіркін, дәл қазір қасымда еліктің лағындай темпеңдеп жүрер ме еді? Ортекейде ойнақтар ма еді? Қайтейін, осы шалға ылғи менімен ұзақ жолда жарысып не көрінді? Одан да пештің түбінде мамық көрпеге оранып, кемпірімен сүт қатқан шайын ішіп, терлеп тепшіп жатпай ма дейтін шығарсың. Кәрілік деген қақпастан басқа жаныма жөнді серік таппағалы 4 қабырғаға телміреуден жалықтым. Қу моладан безіп, ойдан қырдан даладан пана іздейтін күйге жеттім. Ешкім есігінен сығалап қарамайтын тас үйден торықтым. Құдай, маған бір түйір тұяқты беруің беріп еді-ау. Бірақ қызығына қандырмай қасіретін көрсетті, қайғысына қайықтай батырды. Арада қанша жылдар зымырап өтсе де, зыпыран жұтқан кездерім артта қалса да, сол қасіреттен арылар емеспін. 21-дегі жалғызымды қапияда неге кеттің? Деп шашын жұлып жылаған шешесін де осы қайғы жалмады. Енді мінеу, анау қыр басындағы бетте тірісінде талай күйіктің уын ішкен шеше де жатыр. Жастықтың буымен адасқан жалғыз ұл да жатыр. Бастарын түйістіріп, екеуінің жер жастанып топырақ жамылғандарына біраз жылдың жүзі болды. Күрсіндіріп көктем мен күңіреніп күзге өтті. Содан бері ізімде жалғыз тұяқта жоқ, қасыма ілесіп серік бұлар сыңар да жоқ. Осыдан 20 жыл бұрын адам басына бергісіз сұмдық оқиғаны тағы да ой елегінен өткізген мырза шал жүрегі алқымына тығылып ауыр дем алды. Тіпті осынау кең байтақ даланың жұпар ауасы кеудесін тарылтып, көкірегін қысып жібергендей болды. Сол сәт қайраты кемеген әлсіз денесін қуат кетіп, екі тізесі тоқ соққандай қалтырап дірілдеп бас айналған. Мырза жусан шөптің үстіне 2 аяғын созып отыра кетті. Қаусыраған қария кем дегенде 3 сағаттай титықтап жаяу жүру оңай болып па? Шаршап шалдыққанын енді сезді. Қалжыраған шалмен бірге домаланған қаңбақта жарыс уын бәсеңдетіп, белуардан келе жай қалған көк майсаның тасасына барып тығылды.
өзегін арман мен сағыныштан жалыны өртенген мырзаш айналаны көк күмбездей көмкерген көгілдір көкжиекке тұнжырай көз тастады. Дәл осы жылдың жиегінде тап осы маңда бір кездері жан дегенде жалғыз баласының қан сорғалаған басын сүйеп аласұрғаны күні кешегі есінде. Қансырап халсіз жатқан жалғыз тұяғына қайтып тірек боларын, қалай көмек берерін білмей, кімнен сауға сұрарын білмей, мең-зең күйде анау зеңгір көкке телміре қарап, көзінің ыстық жасын ақ жауындай төгіп ұзақ отырғаны есінде. Көктегі ақша бұлттардан қайдан қайран болсын, мәңгілікке сапар шегіп бара жатқан жас жігітке жібімеген ақша бұлттары бір-бірін қуалап әлдеқайда көше берген еді. Дәл қазірде солай ақша бұлттары тізбектелеп көшіп барады. Мыжырайған шалдың зар мұңын кей пенделер ұқпағанда, көктегі тәкаппар бұлттарға не айып? Әй, сен бүгін қара басқан екен, қара басқыр көңіліп күн ұзағына үйден шықпай қойдың. Әлгі бақа болғыр әлі жоқ, өткендегідей иесіз орманда ұйықтап қалмаса жарар еді. Адам болама десе күннен күнге кері кетіп барады. Арақ түскірі түбіне жететін шығар, аузына бірдеңе тисе үйді ұмытады. Кеше анау жолдың бойында әлгі жетпегір уәли оламмен ішіп отырып қана көршілері көріпті. Сол төремшікке ілеспе дедім, тыңдауды қойды. Егер үйге бүгінде қонбаса, айтшы, қайдан іздейміз? Жұрттың бетіне қараудан қалдық қой. Бала емес бәле болды бұл бір. Айтқан тілді алмаса, тәрбиеге көнбесе де іштен шыққан шұбар жыланды жоқтап шеше байғұс шыжбыш. Жә, келер күн бата. Сонау сау күнін қашан көрдің? Жүрген шығар тәлтіректеп бір жерде. Оған ештеңе болмайды, оның етін адам төлі сауысқанда шұқымайды. Арақ сасыған сасық етті ит құс қайтсын, деп мырзаш әйеліне кейістік білдірді. Сені де әке дейді-ау, өгей әке деп бұлай айтпас болар. Өз балаңды сасыған сасық етке теңеп, жұртқа жаның ашыған мен, жалғызыңа жаның ашымайды. Жалғыз деп ақыры жанымыз шыққаны не таптық? Емге айықпайтын есуас нерімді құртты әбден. Өзің жас күніңде татып алмағандай сөйлесін кеп. Тезірек кейінде баланы тауып алып кел. Баяғы сенен ығып сыртта жүрген шығар. Бүгін үйге қонбаса, бұл өмірден әдірем алсын. Осылайша кіріп шығып ермен айтысып тарысқан ұрлаш есікті тарс жауып сыртқа қарай беттеп еді. Іле-шала байбалам салып ішке қайта кірді. Тұр мызаш, тұр жылдам, анау уәли олла баланы өлтірейін деп жатыр. Құдай-ай, қарадан қарап арам өлетін болды-ау. Егер шуынды қоймасаң, ажалың уәли олладан болады деп едім, айтқаным келді ақыры. Кемпірінің жан айқайына шыдай алмаған мырзаш төсектен қарғып тұрып, аяғына іліккен Галюшты сүйретіп қора жаққа тұра шапты. Сәтөк қайда не болып қалды деп жан-жағына алақтай қарады. Көрмейсің бе әне, манадан бері уәли-олла екеу итпен мысықтай төбелесіп жатыр. Мен оны сай-саладан іздеп жүрсем дейді. Әне екеу төбелесті тағы бастап кетті. Башы тез, айыршы жылдам, алламай. Енді қайттым. Әлгі милиция түскірі бүгін ауданға кетті деп еді. Ол келгенше бұлар бір жағына шығып тынатын болар. Бір жеріне зақым келмесе жарар еді. Қарағым-ай, қор болдың-ау деп шешесі ұрлаш шырқырап тұр. Есі бір кіріп бір шыққан мырзаш мынау кең жазық далада жаққа құстай ұшты. Күн сайын өріске мал өргізіп жүрген таяқ тастам жер асыққандай жеткізе ме? Екі өкпесі сырылдап ентіксе баладай қалбалақтап шауып барады. Есін білмеу есірген ұлына іште қанша өкпелесе де амалы жоқ. Жан дегенде жалғыз тұяғын ажалдың жез тырнағандай қарулы күшімен кеудесінен біріп ала жөнелген уәли-олладан құтқару керек. Әйтпесе жексұрын неменің ішкенде көзі көрмейді, ашу қысқанда не істеп не қойғанын да білмейді. Түрмеден түрмені құртып, бәлен жылдап абақтыда отырып, зұлымдық пен жауыздықтың талайын бастан кешкен бұзақының пиғылы теріс, ниеті қара, ойы арам, ішкенде төбелеске дайын тұрады. Аузынан ақкөбік атып құтырынған қара бура секілді, түрі де өзі де сондай қорқынышты. Әй, тоқтатыңдар төбелесті, доғарыңдар, қане? Екеуіңе тағы не жетпей қалды, әй? Тағы неге керісіп қалдыңдар? Ішіп бір-біріңе жаудай шүйлігесіңдер. Ұрынба дедім ғой, балама, ұрынба. Неу күнгіден өлімші етпекпісің. Осы жексұрынан жеген таяғың аздай, осымен ішуіңді қоймадың-ау. Миыңа бір түйір ақыл кірмеді-ау, өзіңе керегі сол, айттым, осы жалмауызға ілеспе деп. Тыңдадың ба мына жаман әкеңді, деп мырзаш алыстан жан ұшырып айқайлап келеді. Бірақ оның сөзіне құлақ тұрып жатқан ешкім жоқ. уәли-олладан таяқтың талай семізін жеп жүрсе де шекесіне ештеңе тимеген сорлы сәтөктің жатысы анау.
өзінен бәлең жас кіші, денесінде сытылым еті де жоқ арық жігітті араққа сылқия тойған уәлиолла аждаһадай желкесінен бір бүреді, одан гүрс еткізіп тақыр жерге қайтадан тастап жібереді. Сосын теуіп-теуіп ит тепкісін шығарады. Өлтірдің-ау, теппеші, теппе, енді тепсең несі қалады, сүйегін уатып мешір қыласың ба, енді теппе дедім ғой саған, теппеші, қолың сыңғырай, ұрмадағы. Одан да мені ұршы, аясаң кетті оны, иттің етін жек көрсең де қасында жүрген серігің емес пе? Саған сонша не көрінді, сәттуінен не алмай жүрген өшіңді мына менен алсаңшы, өзі сүйретіліп әзер жүрген байғұстың ұрып-соғып діңкесін құрттың-ау. Алыстан айқайлай даусы қарлықса да мырза шалдың аузы бір жабылар емес. Аңызақ жерге қарсы ентігіп сөйлеп келеді, бірақ оның сөзін тыңдайтын уәли-олла қайда? Оқтың өзімен өзі сұлық жатқан әлсіз жігітке қожайыны құсап қара күшін көрсетіп қоқаңдап жүр. Күл-қоқыс үйілген төмпешке шығып алып тегін байбек тамашалағандай ауылдың үлкен кішісі тұр. Аңтарыла қарап, біреуінен қайран жоқ, кең даланың төсінде әрі аунап бері аунап жаға жыртысқан адамның екі жыртқышынан көрші көлем ағайын туыс баяғыда түңілген секілді. Алақандай ауылдың берекесінен күн құрғаттай 5 тиын қылатын уәли-олла мен Сәтөктің тап осы қылығынан баяғыда безінген секілді. Абақтыдан абақтыны тауысқан уәли-олла өз алдына қиқымдай ақылы жоқ Сәтөктен де соңғы кезде көршілердің көңілі қалған. Ойбай, әлгі мырзаштың Сәтөгі армиядан бұзылып келіпті, қит етсе ішкені арақ, тартқаны темекі, айтқаны боқауыз, жынды судан аузына емге құрмайды. Оны не жын қаққанын, зіңгеттей жігіт еді, мастықтан емге айықпайтын уәли-оллаға ілесіп алып, жұмыс та жоқ, түк жоқ, жүрісі анау деп ауылдастары болса сыртынан күңкілдейтін еді. Сол айтқандары дәл келді. Уәли-олла өлмейді, өлсе қайтып келмейді, уәли-олла өлмейді, өлсе қайтып келмейді деп үйді-үйді тап осылай әндете аралап жүретін. Уәли-олланың несі кетіпті? Кемпір шалдан қалған ескі қыстаудан, кезбелерден жын ойнаған, айналдырған, оған күн сайын бас жазатын бір жұтым ащы болса жетіп жатыр. Ағеке, әпеке, ұрттайтын берші, құйттай ұрттайтын бірдеңе тапшы. Кеңірдегім кеуіп, кеудем өртеніп барады. Осыдан өліп кетсем қайтемін, көметін ешкімім жоқ қой, мен сорлымын ғой, сорлымын, деп қолы бос уәли-олла күн ұзағына жұрттың босағасында телміріп отырады. Бір үйден шығып екінші үйге кіреді, 100 грамм берме, одан құтылу қиын. Жұдырығымен дүрсілдетіп терезені қағады. Ауылдағы 60 шақты үйдің бірі қонақ шақырып, құда қабылдаса, уәли-олланың құдайы берді дей бер. Сол үйдің итімен бірге үйшікке түнейді. Итаяғы қоса жалайды, дұрыстап айыққанша айлап жылдап жатады. Осы жеркенішті ғадетімен талай рет мырзаштың да табалдырығын тоздырған. Енді міне жалғыз ұлымен жекпе-жекке шығып, ажалдың қақпасына итермелеп жатқаны мынау. Осыдан мына шөлмекті ішсең, ажалың менен болады деп едім саған. Айт, жаныңның барында, мына шөлмекті неге іштің? Енді кімнен арақ сұраймын? Мына осы түнде малшының сарайынан ұрлап алып ем. Неге ішесің, қылтамақ болғыр, жалғыз шөлмегімді, деп уәли-олла қайтадан Сәтөкке тарпа бас салды. Братан, кешірші мені, ертең бір жәшігін тауып берейін. Ертеңге дейін кім бар кім жоқ, ал менің тамағым күйіп бара жатыр, түсінесің бе сен соны? Деп иттей құтырынған уәли-олла табаны күректей керсі етігімен Сәтөктің біресе қауындай сопайған басынан, біресе кеуде тұсынан теуіп жіберді. Ол аздай арақ шараптың тығынынан ашу үшін әдейі қалтасынан салып жүретін ұшы бізде жіңішке өткір пышақты онсыз да әлсіз жатқан кеудеге ине сұққандай сұғып алды. Сол мезетте жапырағы майысқан көк жусанның түсі қызыл күрең қанға боялып шыға келді. Қолын сермеліп зығырданы қайнаған мырзаш келіп жеткенше өшін алып тынған. уәли-олла ауылдың шетіндегі ақ қорымға айналған қу молаға қарай қаша жөнелді. Біреудің қанын ішіп бара жатса да баяғы әдетіне басып, уәли-олла өлмейді, өлсе қайтып келмейді деп ыңылдап қояды. Қатыгез неме, сол кеткеннен мол кетті білем, қайтып ауылға ат ізін салғанда жоқ. Айттым ғой, ажалың түбі осыдан болады деп, айттым ғой, жайыңа қарап жүр, айттым ғой, уәли-оллаға қосылма деп, тыңдадың ба, тіл алдың ба, ақымағым-ай, ақыры ажал құштың-ау, қор болдың-ау, қорлап өлтірді-ау сені анау айуан. Құстардың ғана қанаты қалықтаған ессіз далада қанға бөккен жалғыз тұяғын құшақтап мырзаш қала бергенді. Кеудесін пышақ тілген ұлының енді беті бері қарамасын сезгенді. Тілмен жақтан айырылса да, әке, кешіре салсаңшы, кешірші, қателік менен кетті, жаза бастым, жаңылдым дегендей мөлдіреген қараған жалғыз ұлын басынан сүйегін мырзаштың лажы таусылып, соры қайнағанды.
еліріп есіріп ақыры торға түскен тұяғымен тап осы иен далада мәңгілікке қоштасқан. Беу дүние десеңші, содан бері зымыраған жылдар, арман толы айлар, күңірейген күндер өтсе де, тағдырдың қатал сынағынан есін әлі жияр емес, өз деміне өзі тұншығып күрсінеді де жүреді. Ауыл мен ауданға әрлі-берлі қатынап жатқан автобустан қашқақтап ұзақ жолмен жалғыз жортатыны содан. Дархан даланың көз жетпес әр қиырынан жалғызын іздеп жоқтайды. Жолдың бір шетінен сәттөге жүгіріп шығарып келетіндей елегізейді, өкініп өксиді, жылап сықтайды. Сағыныштың сары жапырағына жанында, жүрегінде, көңілінде көміп кеткен сәтөнін еске алып, көкірегінде шер қатқан мұзды аздап болса да ертеді. Қайтсын, дәл қазірде үзілген үмітіне налып, тауы шағылып, қамығып бара жатыр. Ақылынан ауырмай адастырған жазмышқа қанша өкпелесе де бір сәт сабасына түсіп, діттеген жеріне жетуге асығып бара жатыр. Апырмай, күнде ұясына батып барады. Түнделетіп болса да көкелеріме жетсем ғой деген ол қызыл иектен көкжиектегі доп-домалақ қызылшарға қарап қойды. Кенет шаңын бұрқыратып безілдеген мотоцикл жолды жанай өтті. Таяғымды басып кете жаздадың ғой мынау біреу. Осылар қайда асығады? Ажалға ма, әлде? Серкілдеп бара жатқан қыз бен жігіттің кейіп бірі басылды. Әншейінде малға жем тиген шөппен балық тасыған көлік біткеннің қапелімде көрінбей қойғанынан налыды. Таңдайы да шөлден кепті. Кері бұрылып үйіне қайтайын десе, қаңбақ шөппен жарысып келе жатып біраз қадам алға озып кетіпті. Егер ауылға кері бұрылса, қос тентегін қашан көрмек? Қасында айқай әжелері тұрғанда ұрты опырайған тісі кетік жаман шалды жүгірмектері жоқтай қоймас-ау. Соны біле тұра бұл байғыз жүрегі сыздап сағынады жиендерін. Көп күн көрмесе де құсалық пен қайғыдан қара суды жұта алмай соры қайнайды. Тап қазір ауданға жетіп барғанда құдағиының күйіп қалған терідей бет-аузы тырысып, қыртыстанып тыржиып қарсы алатынын біледі. Бірақ амал нешік? Жаман шал деп жақтырмаса да жақтырмасын. Кекілдері желбіреген кекелеріне түнделетіп болса да жетіп жығылса болғаны. Сәтін салып мырза шалдың жолы болды-ау. Әйтеуір ауылдан кештетіп шыққан бір жігіт оқтың жол үстінде тұратын жүзі таныс атайды ала кетті. Мың болғыр бала екен. Көліктегі радиосынан тамыл жаған халық әндерін тыңдатып аудан орталығына топ еткізді. Көшеде жарық біткен самсап тұрған. Айнала тым-тырыс екен. Сырты жылтыр қаңылтырмен қапталған жер үйі сәуленің оты да сығаламады. Тас қараңғы баяғы түн ішінде таяғын шошаңдатып келіп тұрған үйреншікті жалаушыны жорта танымағандай, үйшіктен тұмсығын шығарып, қоңыр күші көпке дейін шәуілдеп үрді. Жат қане, жата ғой деп итке жылы сөйлеген мырза шал саусағының ұшымен терезені түрткіледі. Сәлден соң біреу ыңыранып есікті ашты. Менмін мырзаш папаң, деді қария дірілдеп. Сыртқы есік қайтадан тарс жабылды. Біраз үнсіздіктен соң қызы тағы да басын қылтитты. Қарған бұл сенбісің? Қараңғыда танымай тұрмын. Иә, амансыңдар ма? Жатып қалдыңдар ма? Енді жатпай сені күтіп отыр дейсің бе? Сағаттың неше болғанын білесің бе? 12, иә, бір шығар. Көлік болмай жолда кідіріп қалдым. Күн батса да көкелерімді көріп кетейін деп айналып кетейін екеуін. Жарайды, емешегін үзілмей осы жерге жата кетші. Түнде жөтелме, түшкіріп күркілдейме, дәретке жиі шықпа, балаларды оятасың. Шашы қобырап, көздері шатынаған қызы кіреберістегі ауыз үйдің жарығын жалп еткізіп өшіріп бөлмесіне зып берді. Шелектегі салқын суды ожаумен төңкере ішіп, таңдайын жібіткен сорлы шал барының шаңында қақпастан шұбаш иісі шыққан шұлқиын да шешпестен көпшікке қисайды. Сегіз сүйегі сырқыраған енді сезіп шүңіреген көздер ұйқыға тығылды. Сібірлеп таң атты. Саудыраған сүйектерін біреу айбалтамен бөлшектеп шауып тастағандай құрысқан денесін әзер жиып, басын шаққа көтерді. Қабырғаның жартысын әйнектен түскен таңның нұры көңіліне жылылық сыйлағандай болды. Ілбіп басып сүйеулі тұрған таңның қолын алды. Сыртқа шығып таңның мөлдір ауасымен терең тыныстады. Түнде шәуілдеп үрген қоңыр күшекті ет алмай қалсам құдамыз екенсің ғой дегендей шолтиған құйрығын бұралаңдатып қасына еркелей жетіп келді. Сәлден соң ауыз үйдің есігі қаттырақ ашылып, арғы жақтан құдағиының қарасы көрінді. Ұйқысы қанбады ма, әлде сол жақ аяғымнан тұрды ма, көтермей сөйледі. Анау алжыған қақпастағы кім салып кетті бұл үйге? Бұл қарттан құтылу жоқ шығар, жылда мырақ көшіп кетпесе қалаға, деді сене де тұрған ыдыс аяғын тарсылдатып.
Ту сыртынан күңкілдеген долы қатынның даусы Мырзаштың онсыз да жұлым-жұлым жүрегін кеудесінен жұлып әкете жаздады. Бірақ қырқына шыдаған қырық біріне де шыдайын оймен естімеген болып күшікпен ойнап тұра берді. Кісіден кісі берекетім қашты әбден. Осы ыссыда өзің үйге сыймай отырғанда емге кісі шықпайды деп жуылған кірдің көбік суындай аузы көпірген Әзима құдағайы сәлден соң бақша жаққа қарай аяңдап құдасымен суықтау амандасты. Екеуінің хал сұрасуы сау-саламаттан әрі аспады. Ойбай, балапандарым жылап жатқан секілді, ақ марқаларым сол оянып қалды-ау шамасы. Алтыным мен күмісім деп жаңа ғана ашуы терісіне сыймай тұрған Әзима енді етегіне сүрініп қабынып, немерелеріне үбектеп үйге қарай жүгірді. Қос тентекті көруге ынтыққан Мырзаш та құдағайының соңынан бүкеңдей жөнелді. Қос батырым ұйқысынан тұрып қалды ма, садаған кетейін көкелерім менің деп таяғымен еденді түрткілеп бөлмеге кіріп барғаны сол еді. Құдағайының тасыр айған көздері төбесінен шыға жазды. Ойбай, есті жап құда, вирустың жұғады. Тезек сасыған ауылда микроб әкелгенің аздай таяғымен төрге озып, мына іште кейігенің ұмыта бергенде құдағайының ащы тілі маңдайынан тасқа соққандай қатты әсер етті. Қаққан қазықтай табалдырықтан әр жағында сілейіп тұрып қалды. Бір кезде қошаққандай ойнақтаған қос балапан жүгіріп қасына келді. Сәбилерінде не жазығы бар дейсін, бірін құшақтап, бірін қоянның көжегіндей тізесіне қонжитты. Аталарына бойы үрейген екеуі былдырлап әлденені айтып жүрегін қорғасындай балқытты. Көкелерім менің, бұл жолы сендерге асыға келдім. Кәдімгі ойнайтын асық, баяғының баласы асық ойнайтын. Мінеки саған үшеу, саған екеу. Бары осы, көршілер де бұрынғыдай қой соймайды. Айнала жұрттан сұрап әзер таптым. Деп Мырзаш шал боялмаған ақ асықты жиеніне ұстата бергенде құдағиы бұлқан-талқан ашуланып көзден бұлбұл ұшырды. Баяғы вирус шығады деп байбалам салды. Асықтан қалай айырылып қалғандарын аңғармаған сәбилер атасының төс қалтасынан тышқан құсап тінті де былдырлап өз жөндеріне кетті. Көкелеген Мырзаш шал ауладағы күшікпен ойнап қала берді. Таңғы асты іштестен қыз күйеуі жекеменшік дүкендеріне асықты. Жалғыз тұяғы Сәтөктің соңынан ерген еркек қызы Сәнімгүлдің сиқы анау. Осы күні туған әкесін адам құрлы көрмейді. Қашан келсе де басын қақитып қақшаңдап жүргені. Шоржаңдап өскен шолақ ойлы қызы да есейген сайын ақшаның буымен тәкаппар болып барады. Қаладан есеп-қисаптың оқуын оқып алып, осы маңнан қара сирақ жынбасты кезіктіріп, тұрмыс құрғалы кеудесіне нам піскен. Орталыққа келген сайын додырға қарайлайын десе өтінішіне қызы мойнын да бұрмайды. Ертеңмен тағы да қолқа салып көріп еді, қармаққа ілінген балықтай шошып түсті. Уақыт жоқ, бір вагон тауар келіп тұр, сені мен додыр сығалап жүріп, тірі ақшада қағылып қалармын. Бизнесмен болу оңай емес деп әкесінің бетінен қауып алды да күйеуінің мерседесіне мініп тайып тұрды. Үміт еткен ұл да оңбады, қырмызыдай қыз да оңбады. Жанына қатты бататыны өмір бойы жинаған рухани байлықтың да дән жұрттың ұл қызына сеуіп жүргенде өз бұтақтары шөлі қанбай тамырынан қиылып түсіпті. Мырзаш өткен кеткенді ой елегінен өткізіп саябақта біраз жүрді. Әжелеріне ілесіп дүкен жағалаған немерелерінде көп күтті. Содан жан-жағына елеңдей қарап тұрғанда қасына кеп тоқтаған қара әйнекті көліктен қызы басын шығарып түстік ішуге шақырды. Тентектермен бірге ішермін деп еді, қызы сағатына қарап басын шайқады. Түкке түсінбеген ақсақал таяғына сүйеніп үйге қарай аяңдады. Дастархан басында Мырзаш шал шыдамы таусылып жиендерін сұрады. Күйеу баласы лим деп тіл қатпады. Қобдиша құсаған қоңыр сөмкесін қасына қойып, құлағына жіңішке сымды жалғап, біреулермен күбір-күбір сөйлесіп отыра берді. Мұның да мінез емес, өте тұйық, қолынан кішкентай сөмкесін емге тастамайды. Ішінде уыс-уыс алтын жатқандай көзінен таса етпейді. Былдырлап өсіп келе жатқан анау ұлдарын бір иіскеп әке болып емірегенін байқамапты. Дүкеннен жаңа әкелген мұздай сүтпен суық шайды толтырып құйып берген қызы да жақ ашпай қойды. Екі мылқаудың бетіне алма кезек қарап жынданып кете жаздаған Мырзаш: қарақтарым, неге үндемейсіңдер, құдағиым қайда жүр? Балаларының ендігі ойыны қанған шығар, төбелерінен күн өтіп кетпесін деп дегбірі қашты. Олар бүгін келмеді, Ерхоштың нағашы апасына қыдырып кетті. Ертең жолға жиналамыз, мамка Алматыға, ал біз Анталияға билет алдық. Қалаға барып екі жақта
ұшамыз деп Сәнімгүл бар сырды жайып салды. Алда Құдай-ай, бүйтетіндеріңді білгенде көкелерімді дұрыстап ескейтін едім ғой. Ертеңге дейін қалай шыдаймын деп Мырзаш зар елеп қоя берді. Қойшы-ей, жаман ырым бастамай, ертең біз көшкенде қайтесің? Қыдырыстап қайтқан бойда қаладан коттедж аламыз. Қожайынмен кездесіп бағасына келісіп қойдық, күзге таяу көшеміз. Көкелерім бірге кете ме? Енді бәріміз түгел көшеміз, мына үйді сатамыз. Қап, осы кеткеніміз кеткен десеңші, сендерді қойшы, анау балапандарың болмаса. Қап, қақылдамай тез жинал, көрші ағай қазір ауылға қайтады, сонымен барып қал. Бүгін біз үйге қонбаймыз. Өткенде Ерқош бинго ойнап лотерея ұтып алып еді, кешкісін табиғатқа шығып жұмыстарға ұтысымызды жуамыз. Жүлделерің құтты болсын, ырзық татарларыңа жаратыңдар, Қыдыр ата жолдарыңды оңғарсын, тек анау көкелермен сақ болыңдар. Білмейтін жердің ой шұңқыры көп болады, отпен суға түсіп кетпесін, аман сау, келгендеріне көріп бір соғып кетермін. Бәсе, осы үйден шықпайтын болдың ғой. Алдындағы асты да төгіп шашып ішесің, нанның қиқымын да теріп жейсің. Соғыста жүргенде саған бола енем мен күйеуіме де жақпаймын. Қызым-ай, қайтейін, мені осы үйге жетектеп келетін анау балапандарға деген бір күш еді. Енді ол күштен де айырылған екенмін. Егер сәтөнім тірі тұрса, бүйтіп жүрер ме едім? Саулық қойдың жансындай, жасым қалғанда тентектерімді иіскеп сүйсем бе деп едім. Мен қашанғы осы да балдырықты тоздырар дейсің, саулығымда нашарлап көзімде кеміп барады деп кемсең деген қария удай ашып ұйыған екті тізесін уқалап орнынан зорға тұрды. Кез томардай түксие қараған Сәнімгүлі тым болмаса әкесін сыртқа дейін шығарып салмады. Онсыз да жүрегі жаралы жанды қаралай күйдіріп көңілге қаяу мұң қалдырған көкбет қыз мыңқ етпестен алтынмен апталаған шанышқы қасықтарын жуып шайып күнделікті шаруасын күйтеді. 3 кесе шай желкесінен шыққан Мырзаш шал тұла бойы дірілдеп, көз жанары тұманданса таяғына сүйенген күйі жайдақ жолға түсіп алып ауылға қарай беттеді. Шайқырайған күннің көзі төбесінде тақиясында қызырып бара жатса да сырт көзге сыр бермеді. Кісі есігі темір деуші еді. Қарағым-ай, сен де сол темірге тұсалған екенсің ғой. Өзегімді жарып шыққан сені де жат жұртқа бола өсірген екенмін. Қайтейін, қайда жүрсең де аман сау бол, қос тұяғының қызығын көргейсің деп көңілі астан кестен болған қария бір қадам алға басқан сайын әлсін артына мойнын бұрып, жиендері аталап жүгіріп келе жатқандай елегізді. Енді бір сәт әке, бәрін де еркелікпен айттым. Біз де сені сағынамыз ғой, жей келіп тұршы деп тентек қызы Ерқошымен кеп қалардай жанынан әрлі-берлі сырғып өткен көліктерге көзін сүзді. Бірақ мұның бәрі де орындалмас алдамшы арман еді. Шыбын жанын шүберекке түйген Мырзаш шал жалғыз тұяқтың соңында бір іздің қалмағанына қатты қапаланды. Авторы Мира Шүйіншәлиева. Құрметті оқырмандарым, осы әңгімені соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Бүгін сондай адамға көз жасына ерік беретін, жүрегін жұмсартатын, сондай әке-шешемізді сыйлайтындай, қадірлейтіндей әңгіме болды. Мен де өзім эмоцияға беріліп, мына атамызды аяп кетіп, көзіме жас алып жатырмын. Құрметті оқырмандарым, әке-шешені тірі кезінде қадірлеп, сыйлап, олар не сұраса, оларға бәрін әперіп, қолдан келген көмекті берген дұрыс. Сіздерге сабақ болардай әңгіме болды деп ойлаймын.